Сәлеметсіздер ме, құрметті шебер ханымдар. Мен сіздерге бүгін уәде еткенімдей осындай арты жабық домашний тапочканың табанына тоқылған осындай үйге киюге арналған домашний тапочканы көрсетемін. Мен бұл жерде менде үлкен размерлі табан болмағандықтан 36-37, яғни 34-35-ке келетін кішкентай табанға тоқыдым. Яғни міне біз бірінші бастағанда мына артқы өкшесін тоқып аламыз. Және одан кейін алдын кәдімгі домашний тапочка ұқсатып жоғары көтереміз. Менде мынау кішкентай табан болғандықтан алды осылай томпиып тұр. Егер сіз мен үлгідегі фотодағы аяқ киім 42-43 размерге тоқылған. Үлкен размерлерге тоқылса, бұлай томпиып тұрмайды. Мынау кішкентай детский табанға тоқылған соң осылай томпиып тұр. Бізге керегі осындай бамбук табан, және де иран жіп 2 қабаттап алынған, және біздің өзіміздің домашний тапочка тоқитын 2 миллиметрлік крючок, және қайшы, және де бізге мынандай резинка қажет болады. Негізі бұдан да жіңішкесі болады. Мен өз тұратын қаламнан таппадым. Бұдан да жіңішкесін тапсаңыздар жақсы. Бұдан да жіңішке түрі болады. Осындай резинка қажет. Ал енді біз бисмиллах деп осы аяқ киімді тоқуды бастаймыз. Неге біздің осы бамбук табанымыз, біз тура домашний тапочка ұқсат бірінші қатарын жай қатармен, яғни столбик без накидамен тоқып шығамыз. Бірақ біз бұл жерде тоқуды бастағанда біз алдында мына ішкі жағынан бастайтын едік қой. Ал мына оң табан болса, мына сыртқы жағынан, яғни біз сол жағынан бастайтын тұғынбыз. Ал енді біз аяқ киімді оң жағынан бастаймыз, яғни мына бұрышынан бастаймыз. Ал оң табан тоқитын болсаңыздар, мына ішкі жағынан бастайсыздар. Ішкі жағынан, яғни біз алдыңғыдай өкше жағынан 10 мынандай петля санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-шысынан крючогымызды іліп аламыз. Мінекей 10-шы петлямыз біздің. Және бізге маркерді көрсетем, бірақ мен бүгін маркерсіз тоқимын. Маркерді ілуді де сіздерге көрсетемін. Яғни міне 2 қабаттап алынған иран жіпті аламыз. Мінекей, мына 10-шы петлядан біз іліп аламыз. Алдыңғы домашний тапочка ұқсаған бір қатар столбик без накида айналдыра тоқып шығамыз. Осылай. Бір столбик, воздушный петля, одан кейін тура сол петляға бір столбик без накида. Мінекей осындай столбик без накида. Келесіге тағы да сондай бір столбик без накида. Келестен тағы столбик без накида. Осылай айналдырып, мына басына, осы бастаған жерімізге дейін столбик без накидамен тоқып келеміз. Мінекей, бірінші рет үйреніп отқан ханымдар болса, анықтап көрсетейін сіздерге. Столбик без накида. Және мына жерге келгенде мен жібін астына қосып тоқып келе жатқан жібіміздің қырқып тастаймыз. Енді бұл бізге мешайт етеді. Қырқып алып тастаймыз. Енді келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Осылай толығымен айналдырып тоқып келеміз. Әр петляға 2 столбик без накидадан болады. Осылай тоқимыз.
мінекей осылай. Енді өз еркімізбен, өздігімізбен осылай айналдырып, мінекей ханымдар, осылай. Мынау келесісін осыдан алсам, ендігіні мына жерден жоғары жағынан столбик без накида аламыз. Мінекей осылай. Келесісінде енді міне астынан өзі көрініп тұр, осы жерден аламыз. Уже екінші қатарда бізге біріншіге қарағанда оңай болады. Біз біріншісінде қателеспей, бір рет өз көзінен алып, бір рет астынан алып, шатаспасақ, екінші қатарымыз түзу, өзі осылай бізге білініп тұрады. Мінекей уже жайлап біздің узорымыз шығып келе жатыр. Қане енді осылай аяғына дейін жеткізіп тоқимыз. Осылай бір рет жоғары жағынан аламыз. Бір рет мына көзінен өз белгілі болып тұр. Келесіні жоғары жағынан аламыз. Келесінен астынан өз көз шығып тұр. Жоғары жағынан аламыз. Келесі де міне астынан аламыз. Осылай жылдамдатып тоқимыз аяғына дейін. Осындай. Біз жай жоғары жағынан алдым. Бұл узорды бос тоқымаймыз, қаттырақ тоқуға тырысыңыздар, тырыстырыңқырап. Бос тоқысақ, шетіне қарай жалбырап шығады. Бұл наоборот өкше жағы жиналып қатты болып тұру керек, созылып кетпес үшін. Келесіні астынан аламыз. Осылай астынан аламыз. Осылай түзулеп отырып. Келесі жай аламыз. Өзі белгілі. Мына келесі астында өзінің орны бар. Осылай отырамыз. Жоғары жағынан. Мына астынан. Жоғары жағынан. Мына астынан. Соңғымыз жоғары жағынан болады. Енді аяғына дейін келдік. Біз мына жақтан үш столбик без накида қостық қой, үшеу қосылды. Енді аяқ жағынан да біткеннен кейін үшеуін қосып тоқимыз. Үш көзге. Жай болып бітті. Тесіктің астынан енді астынан аламыз. Жай болып бітсе. Ал осындай узор болып бітсе, кәдімгі жай аламыз. Енді келесісін жай жоғары жағынан аламыз. Енді мынау екі, үшіншісін астынан аламыз осылай. Үшіншісін осылай астынан аламыз. Енді көреміз, мінекей бастаған жерімізбен бірдей осылай түп түзу шығу керек. Және мінекей узорымыз осылай шығу керек бізде. Уже екінші қатардың өзінде біздің узорымыз анықталып көрінді. Енді осылай жіпті созып алып, домашний тапочкадан айналдырып өткіземіз табаннан. Енді осылай қысып түйіндеп кетеміз. Мінекей үшінші қатарымыз аяқталды. Енді біз осылай осы узормен 7 қатар
тоқылады өкшесінен. Мінекей бізде санағанда мына узор былай қиғашына саналады. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар узормен бітіреміз. Мынау 8-ші қатарды біз мына жақпен айналып тоқылған кезде тоқылады. Мінекей мына жанынан қосып кете береміз. Енді келесі 4-ші қатарымызды бастаймыз. Узордан 3-ші қатар болады. Узордан біз 7 қатар шығу керек. Тағы да осы бас жағына келеміз. 3 жылжимыз. 1, 2 жылжып, мінекей 3-шісінен бастаймыз. Және мені іліп аламыз. Мінекей осылай іліп аламыз. Іліп алып, бір воздушный петля іліп шығарамыз. Мына жақта біз жаймен біткен. Жаймен бітсе, тағы да осылай бірінші воздушный петля, одан кейін келесі жай. Осы жоғар жағынан аламыз. Столбик без накида. Одан кейін келесі екіншісін астынан төменгі жағынан аламыз. 2, 3 қосылды. Енді 4-ші мына узорға өзіміз мына немізге жеткенде кәдімгі жай аламыз біріншісінен. Тастап кетпейміз, мына ұшында біріншісінен аламыз. Енді мына уже көзі білініп келе жатыр. Мына астынан аламыз. Біздің узорымыз енді белгілі болып келе жатыр. Мына жерден аламыз жоғары жақтан. Келесін төменнен аламыз. Жоғарыдан аламыз. Келесі төменнен аламыз. Енді жоғарыдан аламыз. Енді төменнен аламыз. Астынан біріне тастап, бір қатар тастап, астыңғысынан алынады осылай. Жоғарыдан аламыз. Келесі төменнен аламыз. Жоғарыдан аламыз. Төменнен аламыз. Жоғарыдан аламыз. Төменнен аламыз. Жоғарыдан аламыз. Төменнен аламыз. Жоғарыдан аламыз. Төменнен аламыз. Бұл узорда міне 3 қатар шығып тұр. 3. Осылай өз немізбен аяғына дейін жеткіземіз. Мінекей, мен 3-еуін қосатын 3-еуін бірден қосып тоқып бітірдім. Бұл 3 қатар болды. Енді осы жерден түйіндеп байлаймыз. Осылай бір айналдырып аламыз. Осы жерден біз түйіндейміз. Енді келесі қатарды тура дәл алдыңғы 2 қатар ұқсап, мына жерден 2 тастап, 3-шісінен бастаймыз. Біз осылай 1 рет, 2 рет, 3, 4 рет. Осылай мына жерге дейін 4 рет аламыз. Яғни қазір менде 3 қатар бітіп тұр. Одан кейін 4 рет істесек 4 қатар. Сонда біз мына өкшесін 7 қатар қыламыз мына жерге келгенше. Мына жерге дейін 3, 7 болу керек. Мына менде 36-37 размер. Бұл маломерка болғанда 34-35-ке келеді. Сол үшін бұл 7 болып тұр. Үлкен табандарға, яғни 42-43 размерлі табандарымыз 39-40-қа, 41-ге келетіндерде 8 қатар узордан 9 қатар узор шыға береді.
біз мына жерге дейін осы екі саусағымызды қойып, өлшегендегідей осылай осы жерге дейін тоқығанда менде мынада 7 қатар шықты. Ал 8-шісін мен мынаны айналдырғанда өзім қазір көрсетем. Бірінші біз осылай өкшесін мына узорды 7 қылып, өз еріктеріңізбен алдыңғы көргендеріңізді қайталап тоқып шығыңыздар. Мінекей мен өзім өкшесін бітірдім. Менде артынан санағанда осындай 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар шықты. Менікі сіздерге айттым, кішкентай табан болғаннан кейін менікінен 6 қатар шықты. Осындай 3 саусақ, 4 саусаққа келетіндей етіп қалдырасыздар. Үлкен размер болған сайын мынау 7, 8, 9 қатар болып кете береді. Енді мына жерін біз түйіндемейміз, біткен жерін. Ары қарай әр көзге столбик без накида алып айналдырып кетеміз. Яғни мынау тұмсық жағындағы мынау 4 столбик без накида. Бізде біріншісі тоқып қойды. Енді 3 қатар столбик без накида түсу керек. Мінекей осы жерге. Ол үшін біз міне әр көзінен столбик без накидадан алып кете береміз. Біз бұл қатарда полный айналдыра тоқимыз. Яғни біз мына жерден келгенде мына осы жерге дейін столбик без накида тоқимыз, осы жерге келгенде ары қарай узор қылып тоқып кетеміз. Егер сіз өзіңізге узор ұнамаса, узорсыз мына жағын кәдімгі осылай столбик без накида тоқып кетсеңіз де әдемі көрінеді. Осылай столбик без накидамен осы алдыңғы тұмсық жағының барлығын тоқимыз.
Енді мына жерден бастап ары қарай узор тоқимыз. Мына тізігіне екінші астындағы қатардан алып тұрамыз. Одан кейін жай кәдімгі жоғары жағынан аламыз. Мына өз белгіден төменгі жағынан аламыз. Кейін жоғары жағынан алып отырамыз. Келесі міне мына жерде өз белгі тұр. Төменгі жағынан аламыз. Жоғары жақтан аламыз. Кейін астында бір қатар ғана төмен аламыз. Бір қатар төмен осылай алып отырамыз. Дәл осылай узормен айналдырып тоқып, мына узор біткен жерге келеміз. Узор біткен жерден бастап ары қарай кәдімгі жай столбик без накида тоқып кетеміз. Мінекей. Жай қатар алынды, жай жоғары жағынан алынды. Енді келесі төменгі жағынан. Мінекей осылай. Келесі төменгі жағынан. Енді жоғары жағынан. Енді келесі төменгі жағынан. Жоғары жағынан. Төменгі жағынан. Осылай мына жерге дейін айналдырып алып келеміз. Мінекей қыздар, ханымдар, мына жеріне дейін келдім. Енді ары қарай кәдімгі жай столбик без накидамен тоқып кете береміз. Столбик без накидамен тоқимыз. Мына екі қатар, енді үшінші қатарымыз өтеді ғой. Одан кейін үшінші қатардан да тағы мына жақтан узормен алып келесіздерді. Сонымен төртеу болады. Қазіргіміз үшінші қатары болады ғой. Үшінші қатары. Төртінші қатарды келгенде мына жерден тоқтатамыз. Үшінші қатар. Осы үшінші қатарымыз осылай столбик без накидамен тоқылады. Камера. Дәл осылай тоқимыз. Енді өз нелеріңізбен осылай мына жеріміз жай қатармен мына жерде келгенде узор бастап бір қатар айналдырып шығыңыздар. Мінекей ханымдар, мен мына жерден үшінші, яғни екінші немізді, екінші столбик без накидамен болған қатарымызды мен мына жаққапен айналдырып алып келдім. Сонда менде өкшем 8 қатар узор шықты. Мінекей, енді соңғы мына төртінші қатарын столбик без накидамен алдының тұмсығының төртінші қатарын мына жерге дейін ғана тоқимыз. Осы жерге дейін ғана тоқимыз. Мінекей, мына жерден бастаймыз. Кәдімгі жай қатар бұл. Узорсыз, ештеңесіз столбик без накидамен ғана тоқылады. Асықпай. Осы жерге дейін, узор басталған жерге дейін тоқып алып келеміз. Мінекей ханымдар, мына төртінші, яғни мынандай алдыңғы біздің тұмсығының төртінші қатарын осы жерге дейін жеткіздік. Енді біз бұл жерін осылай тартып, осы жерге түйіндеп байлап тастаймыз. Бітіріп, тапочканы айналдырамыз. Осылай бітіреміз. Енді біз, мына менде узордан 8 қатар болды. Мына алды тұмсығы бірінші қатармен есептегенде 4 қатар болды. Енді біз алдың тұмсығын тоқуды бастаймыз. Ол үшін кәдімгі домашний тапочканы тоқып бастағандай мына бір бұрышынан алып, яғни 5 узормен, мындай 5 гүлмен, 2, 3, 4, 5 узормен бастаған бірінші қатарын солай тоқып бастаймыз. Мінекей, өздеріңіз көз жобамен аламыз мына шетінен, жанынан. Мінекей, мынаны қырықпаймыз, осыдан бері қарай осылай созып ала саламыз жібін. Мінекей, бірінші бір воздушный петля іліп аламыз.
бір воздушный петля аламыз. Мынаны қатты тартпаймыз. Остау қылып, осылай қосып тоқып кеткенге ыңғайлы қылып қалдырамыз. Енді біз узорымызды бастаймыз. Жіпті орап аламыз. Мынау бір көз тастап, келесінен столбик с одним накидом. Екеу тоқимыз бір көзден. Біреу. Тағы да тура сол көзден екіншісін тоқимыз. Енді тағы да бір көз тастап, келесінен столбик с одним накидом тоқимыз. Бір көзден екеуден тоқимыз. Бір көзден екеуден тоқимыз. Келесі тағы да бір көз тастап, екіншісінен столбик с одним накидом тоқимыз. Яғни бұл біздің үшінші гүліміз. Әлі екі гүл тоқимыз. Сонда 5 гүл болады. Үшінші гүліміз. Тағы да бір көз тастап, екіншісінен столбик с одним накидом тоқимыз. Столбик с одним накидом. 4 гүл болды. Енді соңғы 5-ші гүлін тоқимыз. Біреу. Дәл осылай ортасына түсіру керек гүлі. Енді бір көз тастап, келесі көзіне бітіреміз. Осылай алдыңғы тапочкалар тоқығанда маркермен бітіріп жүрдім. Яғни маркермен осылай іліп кетеміз. Келесі қатарды тоқып келген кезде қосып тоқып жібереміз. Енді тағы да жанына келеміз. Екінші қатарымыз бастаймыз. Бір көз, екі көз тастап, мынау үшінші көзден бастаймыз. Бір воздушный петля іліп аламыз. Бір воздушный петля іліп аламыз. Осылай. Және жанынан бастаймыз. Осы жанынан столбик с одним накидымнан екеу тоқимыз. Келесі. Тағы да осы. Енді мына узорлардың арасынан алып отырамыз. Столбик с одним накидом. Бұл біз бірінші қатарда 5 гүлмен бастасақ, екінші қатарымызда бір гүл қосылады, яғни 6 гүл болады. 6 гүл болады. Осылай тоқимыз. 6 гүл болады. Мынау 4-ші гүліміз біздің. 4-ші гүліміз. 5-ші гүліміз. 5-ші гүліміз. Жанынан біткен жерінен 6-ші гүлімізді тоқимыз. Осы жерден. Осы жерден 6-ші гүлімізді тоқимыз. Енді бұны бітірмейміз. Мына қатар. Мына біздің жаңа іліп кеткен алдыңғы қатардағы жіпті осылай іліп аламыз. Және маркерді шығарамыз. Және осы екеуінен қосып бір өткізіп аламыз. Крючокта 2 жіп қалды. Енді осы екеуінен бір өткіземіз. Екінші қатарымыз бітті. Екінші қатарымызда 6 гүл. Енді оны бітіру үшін біз бір көз тастаймыз, екі көз тастаймыз, және үшіншісіне осылай бітіреміз. Тағы да осыған маркерімізді іліп кетеміз. Енді келесі үшінші қатарды да дәл осылай біз тоқып кете береміз. Екі көз тастап, үшіншісінен бастаймыз. Екі көз тастап, үшіншісінен бастап отырамыз. Екі көз тастап, үшіншісінен бастайсыз. Осылай. Соңғы
бір воздушный петля іліп, енді бұда 7 узор шығу керек. Яғни біз осылай, мінекей, осылай екі көз тастап, үшіншісінен алып, екі көз тастап, үшіншісінен алып отырып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қатар тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қатар. 10 қатар тоқылады, және 11-ші қатарына иректеп біздің гүл қоюымыз. Осы иректеп гүлді қойғанда, мына соңғы жай қатарды тоқып шығамыз. Сол кезде біз мына резинаны пайдаланып тоқимыз. Ал енді біз өз еркімізбен мынау 10 қатарды тоқып шығамыз. Мына гүлге дейінгі 10 қатарды тоқып көтеріп шығамыз. Мінекей, екі көз тастап үшіншісінен, яғни мына жерге дейін 10 қатарды, осындай 10 узормен қатарды өз еріктеріңізбен тоқып шығыңыздар. Мінекей қыздар, мен 10 қатар осылай тоқып шықтым. Енді біз мынау гүлі бар қатарын тоқитын боламыз. Яғни 10-шы қатарды бітіреміз. Бірінші, екінші, үшіншіге бітіріп, осылай түйіндеп орай салып жатырмын. Сіздер маркермен де көрсеттім, осылай орап та көрсеттім, өз таңдауларыңызбен тоқисыздар. Бірақ енді бастап жүрген болсаңыз, маркермен тоқығандарыңыз өздеріңізге жақсы, сөккенге оңай. Енді тағы мына жақтан үшіншісінен бастаймыз. Бірінші, екінші, үшіншісінен алып, мінекей, мына гүлімізді, мінекей, осы гүлді тоқып шығамыз. Ирек жанын, шетін. Үшіншісінен бастаймыз. Бір воздушный петля іліп аламыз. Мінекей, воздушный петля іліп аламыз. Келесі мынау жерден узорлардың арасынан біз екеу емес, енді 3 столбик с одним накидом аламыз. Мінекей, осы жерден узордың арасынан 3 столбик с одним накидом аламыз. Мінекей, 3 столбик с одним накидом. Екеу, мынау үшеу. Осылай аламыз да. Енді мына келесі узордың арасына бұны осылай бітіреміз. Енді келесі узордың арасынан тағы да 3 столбик с одним накидом аламыз. Мінекей, осылай 3 столбик с одним накидом аламыз. Және оны келесі узорлардың арасына осылай бітіреміз. Осылайынан бітіріп отырамыз. Келесі узордың арасынан тағы да 3 столбик с одним накидом аламыз. 3 столбик с одним накидом алып отырамыз. Мінекей. Келесіге осылай бітіреміз. Енді міне 3 столбик с одним накидом аламыз. Әрнеден 3 столбиктен алып отырамыз. Және келесіне осылай бітіреміз. Мына келесіден тағы да 3 столбик аламыз. Екі. Келесінен осылай үшеу. Біреуінен үшеу алып отырмыз. Келесінен тағы да 3 столбик с одним накидом.
осылай аяғына жақындап қалдық. Мен бұл қатарды анықтап көрсетіп жатқан себебім, біз осы қатардан бітіріп жатып, біз мына резинаны тоқып кетеміз. Қосып, соңғы қатарына. Қосып тоқымасаңыз да болады, өзіңіздің көресіз. Егер мына арт жағы киіп жүргенде шығып кетіп жатса, міндетті түрде соңғы қатарына қосып тоқи саласыздар. Келесіне бітіреміз. Соңғы, осындай, соңғы 3 столбик за ним накидом. 3 столбик за ним накидом. Міне енді біз бірінші, екінші, үшіншісінен осылай бітірмейміз, үшіншісінен ары қарай тоқып кететін боламыз. Енді мына резинаны аламыз. Негізі бұдан да өте жіңішке резинаның түрі болады. Мен өзімнің айттым алдында осы өзім тұратын қаладан тапқаным осы ғана мен тапқаным. Яғни сіздер фурнитура дүкендерінен көрсеңіздер, бұдан да жіңішкесі болады. Сол өте ыңғайлы және арасына қосып тоқыған кезде мүлдем көрінбейді. Міне байқасаңыздар, мына жерінде көрініп қалды. Мен қанша тартсам да, өйткені бұл мына резина маған жуандық қылды. Енді резинаны осылай аламыз, қолымызға айналдырып, мінекей осылай біріне жасап аламыз да, крючокқа қатты тартамыз. Енді көрініп қалмас үшін ішкі жағына қойып, мінекей, біз мынаны іліп аламыз және мынау резинаға іліп аламыз. Резинамызды осылай тарылтып, крючокта екеу, бір резина, бір неміз тұр. Енді мына келесі, біз мынада 3 жол таста, 3 көз тастау керекпіз. 1, 2, 3 тастап, мінекей, осылай біз резина емес, мына резина астында көрінбей қосып тоқып жібереміз. Мынау иран жіпті шығарып аламыз да, мінекей, мынау біреу, екеу, үшіншісіне осылай столбик без накида тоқимыз. Біріншінде шығарғанда қиындау болады. Резинаны, мына резинаны астына көрсетпей тоқып жіберу керексіздер. Егер жіңішке резина болса, ол өте жақсы. Менде жіңішке болмай тұр, бірақ сіздерге көрсету үшін осыны алып отырмын. Жіңішке резина болу керек негізі міндетті түрде. Енді әр көзден столбик без накидадан алып отырамыз, ал арасында осы резинамыз қосылып тұрады. Қазір сәл жер тоқимыз. Әр жерін осылай тоқып жылжыған сайын резинаны осылай тартып отырамыз. Сол кезде көрінбейді. Сол кезде бізде көрінбейді. Мінекей осылай тартып отырып тоқимыз. Және мынаны екеуінде қосып тоқимыз. Қазір сәл 2-3 рет тоқығаннан кейін мына келтесін кесіп тастаймыз, арасынан шығып кетпейтіндей болған жағдайда. Мінекей осылай алып отырып тоқимыз. Столбик без накида.
енді мына қайшымен мына кішкентай келтесін осы жерінен қырқып алып тастаймыз да ары қарай. Және әр тоқылған кезде мына қатты тартпаймыз, жайырақ тартып отырып тоқимыз. Егер қатты тартып жіберсек, мына арты жиналып қалады. Ол өте онша көрінбейді. Андай жиналып қалып арты бір сұққан ұқсап қалады. Сол үшін жай ғана орташа немен тоқып отырасыздар. Осылай бір 2-3 рет тоқылғаннан кейін, мысалы арасында қара болып көрініп жатқанда, осылай жай ғана бір тартып қойсақ, соның өзі бізге жеткілікті. Бұл әдісті кроссовки, мокаси тоқыған кезде де қолдансаңыздар болады. Және де егер осы менің сабағымды көріп тоқсаңыздар, фото, видео жіберуді ұмытпаңыздар. Осылай осы қатарды аяғына дейін осы резинаменен тоқып шығамыз. Неке аяғына дейін тоқыдым. Енді біздің резинамызды жерінен қырқып, осы жерден біз жұмысымызды бітіреміз. Осылай бітті. Осы жерден жай ғана осылай бір-біріне біріктіріп, айналы домашний тапочканы бір айналдырып өткіземіз жіптен. Және осылай түйіндеп тастаймыз. Осылай түйіндеп тастаймыз. Осылай алып, қалған жерін осылай қырқамыз да, енді қалған жіпті сосы мына кішкентай жібін үзіліп кетті. Соны бір-бірінің арасынан өткізіп, яғни осылай жасырамыз. Осылай тартамыз, көрініп қалған жерін. Ал мына резинаны біз осылай тартып, өзімізге ыңғайлап, мына өкше жағын осылай тартыңқырап, өзімізге қалай ыңғайлы соны істейміз. Мына сәл аяғыңызға киіп көріп, сәл тарылту керек болса, тарылтып, осы резинадан және де бұны бітіру үшін бұны да мына көрінбейтіндей қылып, мына үлкен қатары бар емес па, осы жерден аламыз. Көрінбейтіндей етіп, осылардың арасынан өткіземіз. Негізі жіңішке резина болса, ол мүлдем көрінбейтін еді. Мүлдем көрінбейтіндей етіп жасыратын еді. Мына үлкен қалың жуан болғаннан кейін маған ыңғайсыздық тудырып тұр, бірақ сіздерге видео көрсету үшін осымен амал жоқ түсіріп тұрмын. Осылай арасында көрсетпей тоқып жібереміз. Тоқып көрсетпейміз осылай. Бұл енді ешқандай шығып, ешнеге кетпейді. Тек мына көрінген жерлерін енді мен қоңыр жіппен, ине жіппен алып, осы жерлерін тігіп жіберуім керек. Енді мінекей біздің аяқ киіміміз дайын.
міне өкше жағы жинақы, жаңа аяққа кигенде шығып кетпейді. Мінекей осындай арты жабық үйге киюге арналған домашний тапочкамыз біздің дайын болды. Енді біз осыған гүлін, яғни мен қоңыр түс болған соң бұған ашу үшін мен гүлін ақ түстен және жапырақтарын ашық жасыл түстен жасаймын. Оны сіздерге қазір келесі видеода көрсететін боламын. Егер де осы аяқ киімді сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып лайк басып кетіңіздер. Және де тоқыған болсаңыздар, мен төменге WhatsApp нөмірімді және Instagramымды қалдырамын, соған отчет жіберсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мінекей қыздар, біз бірінші қатарды тоқып бітірдік. Енді соңғы петлямызды, бірінші қатарымыз аяқтаймыз, яғни соңғы петлямызбен бастаған кездегі воздушный петляға осылай өткізіп, осы шыққан күйі келесіге өткіземіз. Енді бізде бұны тоқудағы ерекшелік, біз алдында домашний тапочкалерді алдынан бастасақ, бұл арты жабық домашний аяқ киімді артынан бастаймыз. Арт жағын тоқимыз, яғни бірінші кезекте осы өкшесін тоқып аламыз. Мінекей өкшесі мына осындай узор. Бұл узор 2-3 қатар тоқылғаннан кейін барып көріне бастайды. Мінекей біз осы узорды, яғни мына өкшесін тоқимыз. Ол үшін біз бірінші бір воздушный петля іліп аламыз, екінші қатарға көтерілу үшін. Мінекей бір воздушный петля іліп алдық. Енді бұл біздің бірінші столбик без накидамыз болып есептеледі. Келесі екіншіні біз негізгі ереже бойынша біз мына көзден алу керек бізе. Бірақ біз узор шығару үшін осы көзден емес, осы көздің астынан, яғни көздің астынан аламыз, осылай ұзынырақ қылып. Мінекей астынан алынды сонда жіптің. Сосын осылай бір іліп аламыз. Бұл столбик без накидамыз. Мінекей мынауған қарағанда мынауымыз уже мына жақтың бәрін жауып басқаша көрінеді. Енді келесі көзден кәдімгі жай столбик без накид аламыз. Бұны мына көзінен аламыз, өзіміз алатын осы көзден аламыз. Мінекей осы көзінен аламыз. Енді келесін үшіншімізді енді біз тағы да мына көзден емес, осының астынан аламыз. Мына жерден. Мінекей осының астынан осылай аламыз. Бұл узор бізде кроссовка, кеды тоқығанда да өте керек болады. Мінекей уже білініп келе жатыр, мынауымыз ұзын, мынау келте болып өзі көрініп тұр, мынау ұзын астымен бірге алынып тұр. Дәл осылай мына қарама-қарсы бетке дейін тоқимыз. Яғни бір рет кәдімгі көзінен аламыз, көзінен столбик без накида. Ал екінші рет мына көзінен алмаймыз, сол көздің тура астынан алып отырамыз. Сол көздің астынан. Бірінші қатарында сәл қиын болады, өйткені біз астындағы домашныйдағы петлядан аламыз. Тура біз біріккен жеріне келдік қой. Домашныйдағы петлядан аламыз. Мінекей келесі жай столбик без накида, кәдімгі өзінің көзінен аламыз. Мінекей одан кейін тағы да астынан аламыз келесісінде. Осылай араластырып, яғни бір рет өзінің көзінен, келесінде өзінің астынан бұл осылай алып, біздің келесі мына жерге дейін қарама-қарсы бетпен бірдей етіп, осы айналдырып осы жерге дейін алып келеміз. Сіздерге тағы да бір түсіндірейін. Мінекей мен қазір астынан алып тұрмын, өзі көрініп тұр, ұзынша болып. Одан кейінгі петляда көзінен аламыз. Осы көзден столбик без накида. Столбик без накида аламыз. Келесінде енді біз мына көзден алу керекпіз, бірақ біз алмаймыз, мына астынан аламыз.
Бұны қателесіп кетпеу керек. Қателессек, біздің мына узорымыз түп түзу шықпайды. Қисық болып кетеді. Арасы ашық. Келесісін жай алдым. Енді келесісін қайтадан астынан аламыз. Мінекей. Келесі жай кәдімгі көзінен столбик без накида аламыз. Мінекей. Осылай мына қарама-қарсы бетке дейін тоқып келеміз. Мінекей, ханымдар, біз осылай өкшесін міне бір рет көзінен алып, бір рет астынан алып, осылай айналдырып, мына жерге дейін тоқыдым. Біз оны түзу екенін осылай жібіміз арқылы бастаған жеріне, жібіміз тіп түзу осылай шығуы керек. Енді біз осы жерден осы қатарды бітіреміз. Егер сіз өзіңіз қайтадан сөгіп тоқимын, қате тоқып қалуы мүмкін десеңіз, мына жерді осылай маркермен алдындағыдай тура видеодағылар осылай іліп кетіп, қайта айналып келген кезде осы жерін қосып тоқып жібересіз. Ал олай болмаса, неке осын шығарып тұрған үлкейтіп, негізі осы сенімдірек сөгіліп кетпейді. Осылай домашний тапочкадан бір айналдырып, осылай түйіндеп кетеміз. Узордың бірінші қатары бітті. Енді екінші қатарға көшу үшін біз қайтадан жібімізді мына жаққа алып келу керекпіз. Яғни мына жіпті мынан артымен осылай айналдырып, неге осыдан тар болып қалмас үшін неге осылай айналдырып, мына жіпті осылай осы көлемде айналдырып алып келеміз мына жерге. Және де осы жерден алып келгеннен кейін енді біз мына бастаған жеріміз тұр ғой. Осыдан біз мынадан бастасақ, мысалы, енді 1, 2, 3 екеу тастап, үшіншісінен бастаймыз. Мінекей. Осылай алып, бір воздушный петля іліп аламыз. Осылай бір воздушный петля көтеріп аламыз. Бұл узордың екінші қатары, ал домашний тапочкамызда үшінші қатарымыз болып есептеледі. Енді бізде мына жерде қалай басталған? Мынау узор, ал мынау жай кәдімгі біздің столбик без накидамыз тұр. Енді келесі екі осы орын тұр. Кейін мынау үшіншіміз. Енді келесіде біздің мынау жай кәдімгі столбик без накида болады. Одан кейін біз мынаған қараймыз, соңғы біткен жеріміз. Яғни осындай жай болатын болса, келесі мынау узор астымен болады, мынау кәдімгі жай болып тоқылады. Ал мынау біткен жері мынандай узормен астынан алынған болса, одан жерден жай аламыз, одан кейін астынан аламыз. Мінекей, біреу, енді екеуін тоқу керек біз. Қосқан. Мынау жаймен бітіп тұр, келесі ұзын бізде мынада жай аламыз. Келесінен де сонда екі рет жай алынған болады да. Мынау үшіншімізде астынан аламыз. Астынан алдық. Мінекей. Енді мына жерде кәдімгідей столбик без накидамен алдыңғы бастаған бірінші қатарымызды осы жерден алып кетеміз. Енді ханымдар, енді бізге оңай болады. Осы бастаған жерімізде ғана қиын. Енді мінекей бізге енді оңай. Енді біз қазір жай алып тұрсақ, мінекей көрінбей жатыр. Мына жерден уже мына тесік болып тұр. Мына жерден уже біз нені аламыз осы астынан. Уже узордың несі білінеді. Осындай өзі тесік болып тұрады. Көздері болып, содан аламыз. Біреуін жоғары, біреуін төменнен алып, осы узормен жалғастырып кетеміз. Мынаны қатты боста қылмаймыз. Айналып
осылай мынаған былай киіліп тұруы керек, сыртынан, ішінен емес, сыртынан киіліп тұруы керек. Енді міне біз жай тоқыдым кәдімгі, енді мына жер уже белгілі болып тұр, мына жеріміз. Осы жерден аламын узорға. Узорымыз қателесіп кетпеу керек. Біз узорымыз тақтайдай түп түзу болып шығу үшін осылай есептеп отырып тоқимыз. Енді келесі кәдімгі өзі жоғары жағынан аламыз. Көзіне. Одан кейін міне мына көз тұр ғой, одан емес, мына астында тұр. Астыңғысынан аламыз сол. Өзі астында белгілі болып тұрады. Мына қатарымыз ұлғайған сайын өзі узор білінеді. Ары қарай өздеріңіз-ақ тоқып кете бересіздер. Міне, кәдімгі жай алсам, енді мынаның астындағы міне мынау көрініп тұр. Осыны алып өтеміз. Келесі жай кәдімгі столбик жоғарғы көзінен аламыз өзінің. Енді міне астынан өзі көрініп тұр.